Бүгінгі той өзге тойдан өзгерек, өйткені бүгінгі тойымыздың басты осында алдымызда ағынан жайылған ақ дастарханның басты дизайнері. Осы сіздерге шын көңілмен дастархан жайған. Мен ең әуелі Аманжолдай бауырымды ортаға шақырайын. Аманжолға қарасам ақ қалпағы басында, әр қашан жүреді ыстық оттың қасында, жадырайды күледі. Бұл Аманжол 99 тамақтың түрін біледі. Құдай қаласа 20-ға жақында толады Қазақстанның ең үздік аспазы болады. Тірлігімен тіршілігін қатар алып жүрген, енді өзі жас болса да 17-ден енді ғана асып тұрса да, бірақ дегенменен үлкен өмірге қадам басып, осындағы біздің сұлда сымбатты, алтыннан қымбатты, осындағы міне ақ жаулықты аяулы анасына көмек көрсетіп, бүгінгі кеште кереметтей дастарханды жайған Гүлданадай анасы тұр ғой міне. Гүлдананы бұның өзі үлкен бір мақтаныш, еңбек. Дәл осылай балаң жақсы атақ алып тұрса, қазір не бір жағдайды көріп жатыр қой. Әлемге кіріп кетті, ойынға кіріп кетті, ана біреумен төбелесті, ана пышақтасты деп, баласы туралы жаман хабар естіп жатқан ата-аналар көп. Бірақ бүгін міне көпшіліктің ортасында бүгінгі тойда ағынан жайылып ақ дастархан жайған Аманжол ұлдарымыздың анасына